соғыс деген оғдаусы мәңгілік жойылсын. Бомбаның орнына тегістелген күректер музейге қойылсын. Кел достарым, ән бастадым, көтеріп шаңғырып. Данасын дана, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Көктесін жасағаш одан әрі, өткен күн қайтадан жанбайды. Салудың кестелі орамалы, сүрттін тек тершеген маңдайды. Кел достарым, ән бастадым, көтеріп шаңғырып. Данасын дана, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Қайғыны білмесін анашаны, қазіргі адамдар мансол. Әлемнің бар сәби балалары, оянсын ұйқысы қанған соң. Кел достарым, ән бастадым, көтеріп шаңғырып. Данасын дана, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Кел достарым, ән бастадым, көтеріп шаңғырып. Данасын дана, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Еңбектің нәтижесі жеміс, күрестің нәтижесі жеңіс. Биыл біз үшін құнды бұл жеңістің салтанат құрғанына 69 жыл толып отыр. Сондықтан бүгінгі мерекелік хабарымызға сыр айтсын, өзінің өткенмен бөлісін деп, ардагерлерімізді қошеметпен шақырып отырмыз. Бүгінгі сұхбатымызды, бүгінгі әңгімемізді бастамас бұрын аз кем ақпарат алу үшін назарымызды экранға бұрайық. Жеңістің биыл 69-шы көктемі келді. Жыл өткен сайын арамыздағы Ұлы Отан соғысының ардагерлері азайып бара. Ащыда болса шыңдық. Қазақстан ардагерлер одағының соңғы мәліметіне сүйенсек, республика бойынша 6000-нан астам ғана соғыс ерінің көзі тірі. Ал осыдан 2 жыл бұрын 10.000-нан астам Ұлы Отан соғысының ардагері бар еді. Олардың ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Жас ұрпақтың жадында мәңгі сақталады. Жылда мемлекет тарапынан оларға ақшалай сыйақы тағайындалса, қоғамдық көліктерде жүру, медициналық көмектер тегін қарастырылған. Қарттарға қамқорлық көрсетіп, ардагерлерімізді ардақтау мемлекетіміздің әлеуметтік саясатының басым бағыттарының бірі. Сонымен бүгінгі бағдарламамыздың қонақтары біздің студиямызда отыр. Қош келдіңіздер, мерекелеріңіз құтты болсын. Енді біздің ортамызда Ұлы Отан соғысының ардагері 94 жастағы атамыз Сиқымбай Мамыров ағамызға үлкен қошемет жасап қояйық. Қош келдіңіз ата, мерекеңіз құтты болсын. Енді арада 69 жыл өткен кезде қазіргі буын аса бір сол бір қиындықтарды, сол кездегі жеңістің аса үлкен бір еңбекпен келгенін біле бермейді. Сізден сыр суыртпақтайық. Қандай бір естеліктер айтасыз? Мен пулемет болдым. Пулемет деген жаңа жаудың бетін пулемет қайрады. Сенің 5 атар мылтығың жарамайды. 5 батыр ол ең бітіп жүргенде топыраққа тығылып қалады, ол атылмайды қалады. Пулемет деген безатказ. Бір лентеде 270 оқ бар. Оның оғы бір лентеде бір коробкада 4 ленте бар. 4 ленте бар. Есетей бір 270. Содан кейін оның оғын 4 адам алып жүреді. Жаудың беті қары сол. Жеңісті жақындатуда біз сияқты пулеметшілердің еңбегі үлкен болды дейсіз ғой? Иә, сол
Пулемет деген ол нағыз жаудың бетін қайратын пулемет қайрат. Сіз өзіңіз қай полкте болдыңыз? Қандай әскер, қандай майданда болдыңыз? Мен бірінші Белорусский фронтта болдым. Содан кейін Панфиловскийде болдым. Содан ерлік көрсетіп, содан кейін 44 жылы жаңағы Украина несі Днепрде өттік. Днепрде өткен соң жаңағы 44 жыл соғыс қайдан басталды ғой. Бастағанда ақыры Днепрде жаңағы Украина соғысында да, содан кейін Белорус соғысында да, 44 жылы ерлік көрсетіп, боевой орден славы 2 степен берді. Немістің соңына стекловы бірнесеуін құрттым. Ата, енді қазір 20-дағы баласын жаспын деп жүрген отбасылар көп, е? Сіз әскерге аттанған кезде қанша жаста болдыңыз? Осы бір сезімді айтыңызшы, жас баланың сезімі. Мен 16 жасымда алып кетті мені. Өз еркіңізбен кеттіңіз бе? Өз еркіме кеттім, 16 жасымда. Мен бардым, арбайда бардым, сонда 20 жылғылармен арбасына айтып барғым, солармен бірге қосып бердім мені де. 16 жастағыларды сәл кейінірек деп айтатын еді ғой ол кезде, е? Ол 24-те кірді, 26 кірген жоқ соғысқа. 24-те толық кірді, 20 жылғылар соның ортасына келдік. Мен ерлік көрсеттім, боевой 2 слава деген алу деген оңай емес. Бұл да батырдың бір түрі. Енді бүгінгі немерелеріңіз, бүгінгі шөберлеріңіз пулемет емес, кәдімгі мылтықты қолына ұстап көрмеген бейбіт өмірдің буыны. Бір жағынан әрине қуанамыз, екінші жағынан олардың да ер жігіт сияқты жаңағы қолына қару ұстай алу мүмкіндігінде болған дұрыс шығар, е? Елді қорғау мағынасында, елді сақтау мағынасында. Жақсы, атамызға көп қошемет жасап қояқ, тағы да бір рет жеңісті жақындатқан аталарымызға көп құрмет. Және тағы бір қонағымыз біздің ортамызда Ұлы Отан соғысының ардагері Ахат Бекмәди атамыз. Қошемет көрсетейік, ата. Мерекеңіз құтты болсын. Аумин, бірге болсын. Енді сіз қай майданда болдыңыз? Жеңісті жаңа айттық қой, 16 жасында атамыз соғыс майданына аттанып кете барыпты. Сіздің жағдайыңызда қалай болды? Мен 42 жылы соғысқа кірдім, бірақ маған 43 жылғы Орлов Курский үйіндегі соғыс туралы айтқым келеді рұқсат болса. Сол 43 жылғы апрель айында аяқ кезінде бізде 19-20-дағы жігіттерді шамасы 20-30 адамды кейін апарып дайындады. Соғыс құралдарының түр-түрімен таныстырды. Сосын соғыстың техникасымен таныстырды. Тактикасымен, стратегиясымен таныстырды. Ақырында 2 айда дайындап, үйіндің бас кезінде апарып бізді бөлімшелерге бөлді. Сол бөлімшеге келсем, сол бөлімшенің ішіндегі адамдар менен көп жас үлкен екен. Мен сол кезде 19-ға толмаған кезім. Олар сол 30-дың ар жақ бер жағында 40-қа жақындаған солдаттар екен. Оларға сосын бізде қазақта үлкенді сыйлау деген бар ғой. Енді оларға айттым, извините, солдаты, я моложе вас, но вы старше. Мне приходится командовать над вами. Так что придется вам подчиняться моему командованию. Сосын айттым, вот 43-й год, если мы в 41-м году, в 42-м годах летом отступали, в 43-м году мы должны наступать, научиться наступать. Так что первый я буду бросаться в атаку, за мной вы пойдете. Если меня убьют или ранят, вы не смотрите на это. Идите только вперед, вперед. За вами 2-я цепь солдаты идут. За ним 3-я цепь солдаты идут. Так что мы должны во что бы то ни стало повернуть, как говорится, фортуну войны. Деп әлгілерге айттым. Ертеңіне таңертең
екі жақтан атыс болды, зеңбірекпенен, неменен. Сосын бір кезде тыныштық басталды. Тыныштық басталған кезде шабуылға шықтық. Бірінші болып мен шықтым, за родину, за Сталина, вперед, за мной. Сонда барып біз ойлаймын, жас адамдар не келеді? Өлген тірілігіне қарамайды. Соғысқа қайтсе де кіріседі. Бірінші болып ана үлкендерді бастауды жастарға берген екен. Сонда біз бастап кеттік, сол бастаған шабуыл 40-шы жылы июньде басталған шабуыл 45-ші жылға Берлинді алумен бітті ғой. Бәрекелді. Сәл тарихи шегіністер жасасақ, Сейітқалимызда. Енді бүгінгі біздің студиямызға осы сұрапылдан аман келген аталарымыз келіп өздерінің оқиғаларымен бөлісіп отыр. Жалпы осы соғыстан әртүрлі сандар айтылады ғой, енді шығындарға байланысты соңғы ақпараттармен өзіңізден білеген қазақтардың, қазақстандықтардың. Жаңа ардагер аталарымыз айтып отыр ғой. Содан көріп отырмыз, мінекей бұл кісілер, яғни қазақстандықтардың өкілдері осы студияда отырған. Екінші дүниежүзілік соғыстың Ұлы Отан соғысының құрамдас бөлімі ғой. Соның ең сұрапыл шайқастарына қатысты. Міне Белоруссия жеріндегі, Украина жеріндегі, Курск доғасындағы шайқастарға қатысты. Бұл шайқастардан тірі қалу дегеннің өзі өте қиын нәрсе. Мына соңғы деректер бойынша енді біз Ресей деректеріне сүйенеміз ғой. Осы соғыста кеңес елі 27 миллион адамнан айырылды деп отырмыз. Ал енді сол Ұлы Отан соғысы кезінде 1,5 миллионға жоқ қазақстандықтар майданға алынды. Тылдағы жұмыстарға, майдандағы жұмыстарға, еңбек армияларына алынды. Соғыс тек қана майдандағы жеңістермен, майдандағы шайқастармен келген жоқ, тылдағы еңбектермен де келді. Бұл кісілерге құрмет көрсетуіміз керек. Ол біздің парызымыз және міндетіміз деп білеміз. Жақсы, рахмет. Енді біздің ортамызда тағы да және бір Ұлы Отан соғысының ардагері Мінайдар Боранбаев атамыз отыр. Қошемет жасайық атамызға. Ата, мерекеңіз құтты болсын. Сіз қай жасыңызда майданға аттандыңыз? Осы сәттегі отбасыңызда кімдер бар еді? Ата-анаңыз қалай шығарып салды? Мен 17 жасымда осы соғысқа баруға тура келді. Біздің заманымыз соған келді. Жаңа мына кісілер 90-нан асып 94 кетті отыр. Соның ішіндегі жасым менмін. Қазір мен 89 бітті. Енді 90-ға кетіп бара жатыр. Мен бірінші рет шақырғанда мына Қостанай облысынамын 500 жігітті шақырып, бізді жаңа подготовка біткеннен жерде Москва арқылы жіберді. Бірінші келгенім Белосток деген Белоруссияның қаласы еді. Екінші Белорусский фронт, командующий Рокоссовский, командир армия, генерал армия Батып деген болды. Соның штабында мен начальник радиостанция істедім, радист болды. Бірінші соғыстың басталғаны Одро деген өзен бар. Ол Польшаның территориясынан және де Германия территориясынан өтеді. Соны форсировать етіп, немесе кешіп өтіп, ар жағында Штетін деген қаланы құтқару еді. Сол менің дивизиям Сивашский Штетинский дивизия деп аталады. Өйткені себебі Сиваш деген мынау Азов теңізінде баяғы гражданская войнада кешіп өткен екен сол дивизия келіп, енді мынау Одроны өтуге тура келді. Сондықтан Штетін дивизиясы дейді. Енді көп әңгіме ол жаңа теңізді өту үшін ол Волгадан үлкен өзен екен. Сол Штетінді құтқардық. Сол Штетінен кейін Бреславдан кейін Горковадан кейін Росток деген қалаға келдік. Ол Росток деген Балтық теңізінің жағасындағы мынау неге Англияға жақын жер екен. Сол жерге келдік. Бұл соғыста бізде кейінгі уақыттарда алғашқы кездерде 100 қазақ болды, Герой Советского Союза. Сонда бүкіл Совет одағы бойынша екінші орын алып отыр. Екінші орын алып отыр. Ал енді Россия тағы басқа 3-4 орын алды келген уақытта. Сондықтан да біздің халқымыз өжет халық. Сондықтан да мен осы жастардың өсіп жатқанына өте қуанамын. Мына елінің жақсы азаматы болу үшін, өзінің отанын сүю үшін, өзінің ана тілін тезірек үйренсе екен деймін. Жақсы, бәрекелді. Көп рахмет. Енді бір тараптан осы 69 жылдық мерекелік деп отырғанмен, екінші тараптан жаңа атап өттік қой, енді миллиондаған адамдардың ажал құшуына, мүгедек болып оралуына себепкер болды. Көптеген ата бабаларымыз осы майданнан оралмай қалды. Енді осы тараптан енді бір тарихи шегіністер жасайық. Кімдерді біз батыр деп атай алмай қалдық? Кімдер арасында да лайықты өзінің бағасын алды осы соғыста? Біріншіден мен мына келе жатқан жеңістің 69 жылдық мерекесіменен
Ұлы Отан соғысының ардагерлерін, аталарымызды, ағаларымызды осы жеңіс күніменен Республика ардагерлер ұйымының атынан шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге денсаулық тілеймін. 69 жылдан кейін 70 жыл келе жатыр мінекей. Сол 70 жылда осы амандықпенен, тірлікпенен, бірлікпенен қарсы олуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Ал енді жаңа ағаларымыз айтып кетті, біздің Қазақстаннан барған жас азаматтар, жас жеткіншектер 18, 19, 20 жастағы солар жартысы деуге болады, ерлікпенен қаза тапты майданда. Соның жартысы ғана елге оралды. Ал енді жаңа сол ағаларымыз айтқандай, соның ішінде орыстан кейінгі қазақ халқынан шыққан, Қазақстаннан шыққан 100 Советтер одағының батыры болды дейді. Сол 100 Советтер одағының батырынан қазір бүгінгі күнде 3 Совет одағының батыры қалды. Оның бірі 2 мәртебе Советтер одағының батыры болған құрметті ағамыз Талғат Бегелдинов, Жақып Бекұлы. Онан кейін бар Косенков Иван Васильевич деген бар. Талдықорған облысында тұрады қазір, аман есен тірі. Сонан кейін Тоғанбаев деген бар, Шымкентте қазір мінекей 90-ды жағалады, 90-ны асып барады. Сонан кейін 3 рет кавалер орденов или медали 3 степеней Дүйсенбаев Камали деген атамыз бар, Қарағандыда тұрады. Міне санаулы саусақпен санайтын деген бар. Кіріспемізде жаңа атап өттік қой, енді 6000-ға жуық ардагер қалды деп, 6326 бүгінгі дейінгі статистика бойынша. 6326. 6326 соғыс ардагері бар. Ол кісілерге Құдай тағала өмір берсін, ел аман, жұрт тыныштықта осылай амандыққа қауыша беруге тілектеспіз. Жақсы, рахмет. Енді осы майданда соғыс жүріп жатқан кезде, сонымен бірге идеологиялық соғыс ән арқылы, өнер арқылы жүріп отырды. Ерсай мырза, енді осы соғыс уақытында әскерді жігерлендіру үшін әртүрлі әндердің, әртүрлі шығармалардың, әртүрлі листовкалардың таратылған білеміз, Сосын соғыстан кейінгі уақытта да осындай бір әндер шықты. Осы қаншалықты ықпалын тигізді дейтін сауалды қояйық жеңіске байланысты. Және осы тақырыпта арналған қандай әндер бар еді? Әнді үкімет заманы кезінде, Совет үкіметі кезінде өте көп пайдаланды ғой, мына тәрбие мәселесінде, жаңа жігерлік тәрбиелік мәселесінде. Менің айта кетейін деген, мына біз бір мәселені жаңа айтпай отырмыз. Мысалы, мына апаларымыздың отан соғысына қатысу туралы. Ал енді мынау деректерге қарасаңыз, отан соғысына соғыс кезінде 600 мың әйел қатысыпты. Соның 5500-і біздің қазақстандықтар екен. Ал сол 5500-дің 2502-сі өзіміздің қарагөз апаларымыз. Қазіргі кезде 9 май күні баяғы орыстардың әнін қосады. Ал біз неге соған қазақтың композиторлары соған қазір ән жазбайды? Қай кезде жазылған сіздің әніңіз? Қай кезде жазылған сіздің әніңіз? Менің әнім жазылғанда бір 4-5 жыл болып қалды. Жаңағы бұрын туралы отан соғысына мен 3 ән жаздым. Соғыс деген, содан кейін жаңағы соңғы жапырақ деген. Міне аталарымыз отыр ғой, шынымен күзгі соңғы жапырақ сияқты. Міне жылдан жылға азайып баратыр деп бәріміз айтып отырмыз ғой. Жақсы. Осы ретте әңгімемізге тұздық болсын, дәл осы бұрын туралы балладаны тыңдап алайық. Майданда жатты үйіп қан, арудың әсем бұрымы, кесіліп түсі